Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахумма салли аля Мухаммад. Амма ба'д. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракат. Мынадай сұрақ келген екен. Намаз оқымасам да орамал тағып, хижаб киіп жүрсем болады ма? Деген мағынада. Құрметті қаракөздер, құрметті қарындастарымыз, апке қарындастарымыз, орамал тағу, әуретті жер жауып жүріп, ұзын киініп, бөгде ер азаматтарға дененің ешбір жерін көрсетуге және бір талшық шашты көрсетуге болмайды. Бәлкім сол әурет жерлерін жауып жүру қыз балаларға парыз болады. Қыз балалардың жасы 9 жастан бастап балиғат жасына толған болып есептелінеді. Сол жастан бастап бөгде еркектерге, бөгде ер адамдардың алдында әрине шашын көрсетіп, денесінің бір жерін, қолдары, жеңдері ашық көрініп жүруге болмайды. Бұл Құдайдың парызы, Құрандағы Алланың сөзі. Ал өзінің ата-анасының алдында, ағаларының алдында, туыстарының алдында, өзінің үйінде емін еркін, кәдімгідей орамал тақпай-ақ қыз бала шашын көрсетіп, осылай жүре берсе рұқсат етіледі. Демек, орамал тағып, әуретті жерді жауып жүру, ол өз алдына бір парыз екен. Оны орындап жүрген адам сауап алады Алланың алдында. Алланың Құрандағы аятын амалға асырғандықтан ерекше сауап алады. Ал намаз мәселесі, намаз оқу керек әрине. Бірақ намаз оқымасам, орамал тақпайсам болмайды деген сөз жоқ. Намаз оқымаған қыз балаларды орамал тағып, хижаб киіп жүрсе болады. Хижаб деген арабтың сөзі, ол қазақша аудармасы орамал. Қазақша орамал. Сол орамалын тағып, ұзын көйлегін киіп, намаз оқымаған қыздарда солай осы бір амалды істеп жүре берсе де болады. Бірақ болады деген сөз, намаз оқымасаң да болады деген сөз емес бұл. Өйткені екі парыз. Намаз өз алдына жеке парыз, орамал тағып әуретін жауып жүру ол жеке парыз. Парызды орындаған үшін сондай үлкен сауап алады. Бірақ орамал тағқан қыздарымыз соған лайықты, барынша кейін ақырындап Алла қаласа 5 мезгіл намаздың 1 мезгілін оқи бастаса болады. Таң намазын оқып жүрсе болады. Сөйтіп Құдай қаласа бір намазды 2 намазға көбейтіп алады. Сөйтіп Алла бұйыртса уақыт-уақытымен, кезең-кезеңімен 5 мезгіл намазға толықтырып жинап алатындай Алла нәсіп етеді Құдай қаласа оларға. Сол үшін намаз оқымасаң орамал тақпа деп айтуға ешкімнің ақысы жоқ. Немесе намаз оқып, намазда орамал тағады да екен, намаздан кейін қайта орамалын шешіп тастады деп айтуға да ешкім ақысы жоқ. Екеуі де парыз амалдар. Айтарымыз сол парыз амалдарды орындауға шақырамыз қарындастарымызды, қаракөздерімізді. Бұл Алланың берген үлкен нығметі қыз балаларға. Өйткені қыз балаларды Алла субхана ва тағала өте көрікті жаратқан, өте әдемі, өте сымбатты. Сол көрікті өздерінің нәзік зейнеттерін санаулы, белгілі болған адамдарға ғана көрсетуге рұқсат етілген амал бұл. Өзінің ағасы, күйеуі деген сияқты емін еркін жүре алады осылардың алдында. Ал бөгде адамдардың алдында көз, тіл деген нәрсе бар. Қыз балаларға сол көзге түскен кезде, тілге айтыла бастаған кезде қыз балаға бұл дұрыс болмайды. Күнә болып жазылады және көз тисе ауырып қалу, сондай көп мәселелер бар. Алла Тағала не нәрсені бұйырған болса, жалпы адамзатқа, ол жерде 100% оның адамзатқа бақыттың бір жолы. Алла Тағалаға ешқандай адамзаттың келтіретін пайдасы жоқ, келтіретін зияны болмайды. Алла мұңсыз, еш нәрсеге мұқтаж емес. Туылмаған теңдес жоқ Алланың. Алла бір нәрсені адамзатқа бұйырған болса, істеңдер, орындандар деп. Ол жерде 100% адамзаттың бақыты шешілді. Алла Тағала бір нәрседен қайтарған болса, тыйым салған болса, кім содан тыйылатын болса, адамзатқа 100% және бақыт және Алланың разылығына бөленеді деген осындай бір сүйінші хабарлар бар. Сол үшін қара көздерімізге айтарымыз, әуреттерін жауап, имандылыққа бет бұрып, Құдай қаласа алып анадан туылады дейді қазақ айтады. Не бір батырлар, не бір көсемдер, ғұламалар, тіпті пайғамбар алейхиссаламның өзін сол Амина анамыз өмірге алып келген еді. Мен сол аналарымыздың жолын ұстанып, қыз балаларға айтарымыз, өйткені әйел кісінің негізгі миссиясы адам баласын өмірге алып келу, оның тәрбиесіне мән беру. Алланың алдында олар содан сұралады. Сол ана
атанбай тұрып қыз бала соған дейін дайындалып, Алланың бұйрығын орындап, соған сол жолды сезінетін болса, иншалла, Алла Тағала ниетіне қарай сондай жақсы жігітті нәсіп етеді қыз балаларға. Соған қарай жақсы салиқалы ұрпақ береді. Қазақта бір қанатты сөз бар. Мейірімді ана бір қолымен бесік тербетсе, бір қолымен әлем тербетеді. Яғни сол бесіктен шыққан бала әлемді басқаратын, адамдарға билік айтатын сондай бір тақуа, әділ басшы болады деген сөз мағынада. Және бір екінші бір сөз бар екен қазақта, ер азамат бұзылса, отбасы бұзылады дейді. Қыз бала бұзылса, ұлт бұзылады деген сөз бар екен. Міне қазақ халқы ұлттың болашақ тағдыры осы қыз балаларға өте маңызды, қатысты екендігін осы сөзден көреміз. Біз болашақ, иншалла, өте үлкен бір мемлекетпіз. Осы мемлекетіміздің тұғыры биік болу үшін және қияметке шейін мәңгі ел болу үшін бұл елде мықты адамдар өмірге келу керек. Сол мықты тақуа адамдарды өмірге алып келетін сол тақуа қыздар екен. Адам тақуа деп айтылады. Алла тақуа деген сөз Құдайдан қорқатын деген сөз. Тақуа қыз болып есептелінеді ол адам егерде Алланың айтқанын орындайтын болса, Алланың тыйған тыйымынан тыйылатын болса, өзі де рахатын көреді, екі өмірде де өз сауабын алады. Және қоғамда одан шыққан балаларға қоғамға да көп пайдасы тиеді. Абай атамыздың тілімен айтатын болсақ, әкенің баласы болма, халықтың баласы бол дейді. Сол халықтың балаларын осындай алып аналар өмірге алып келеді. Алтын құрсақты аналар алып келеді өмірге. Міне сол себепті қыз балаларға сол әуретін жауып жүру парыз болған еді. Әуретін жауып орамал тағып жүрген қыз балалар енді имандылыққа бет бұрып намазға жығылатын болса, Құдай қаласа, намазбен жанын тазалайды. Орамалмен тәнін сақтаса, намазбен жанын сақтайды. Сол екеуі жиналған кезде жаңа айтылғандай өмірге не бір тұлғалар, билер, шешендер, батырлар, ғалымдар сол әйел кісінің алтын құрсағымен өмірге келетін болады екен. Алла Тағала елімізді, халқымызды, қыздарымызға Алла Тағала ұятты нәсіп етсін. Алла Тағала қыздарымызға инабаттылықты, тақуалықты нәсіп етсін. Жігіттерімізге Алла Тағала инабаттылық, тақуалықты нәсіп етсін. Субханака астағфирука ва атубу илейк.